Саламатсыздар ма оқушылар? 9 сыныптың мемлекеттік емтиханына дайындалайық. А бөлімін қарастырамыз бұл видеода. Бізге берілді екен бірінші есепте мынандай есеп берілген екен. 3-тің 6 дәрежесінің 4 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесінің 3 дәрежесі бөлінген 3-тің 25 дәрежесі көбейтілген 3-тің 9 дәрежесі. Енді бұл жерде бізде қандай формулалар қолдану қажет? Мына жерде біріншісіне қарайтын болсақ, жақшаның сыртында дәреже, ішінде де дәреже тұр. Яғни мына өрнек қалай жазылады? Бұл дегеніміз 3-тің 6 дәрежесі 4 рет жазылады деген сөз. Яғни дәреже 4 рет, яғни бір-біріне 4 рет өзіне өзін көбейтеміз деген сөз. Яғни осы жақшаны 4 рет өзіне өзін көбейтіп жазып шығатын болсақ, енді мына жерде мынандай әрбір жақшаның өзін жеке жазатын болсақ, мына 3-ті 6 рет өзіне өзін көбейтіп жазамыз, иә? Дәл осындайдан бізде нешеуі бар? 4-еуі бар. Яғни мынаның қатарынан 4 рет жазып шығатын болсақ, онда бізде 3 деген мына жерде 6-ауы тұр, тағы 4 рет жазып шықсақ, 24 рет жазып шыққан боламыз. Сонда бізде 3-тің 24 дәрежесі шығады екен. Енді 24 деген сан сонда берілгеніне қарайтын болсақ, қақтан шығып тұр? 6 мен 4 дәрежелердің көбейтіндісінен шығып тұр. Яғни бізде формулада болады екен. Онда егер дәрежелер жақшаның сыртында және ішінде тұратын болса, оларды бір-біріне көбейтеміз деген сөз. Келесі формула. Мына жерде де дәл сол формула қолданылады. Екіншісінде де, үшіншісінде. Бөлшектің бөлімінде не тұр? Дәрежелер әртүрлі, негіздері бірдей, сандар көбейтіліп тұр екен. Ондай болатын болса, мына жерден қарастырып жіберейік. 3-тің 25 дәрежесі деп отырғанымыз, дәл жаңағындай жазатын болсақ, 3-ті 25 рет өзіне өзін көбейтіп жазамыз. Оны көбейтуіміз керек екен. Тағы да 3-ті өзіне өзін көбейтіп 9 рет жазып шығамыз. Сонда бізде 3-ті қатарынан көбейтіліп тұрған 34 3 болып шығады. Яғни 34 рет 3-ті өзіне өзін көбейтсек, 3-тің 34 дәрежесі шығады екен. Енді 34 қайдан шықты? Сонда берілгеніне қарайтын болсақ, 25 пенен 9-ды қосқанда шығады екен. Яғни дәрежелер қосылады екен, егер арасында көбейту болса. Енді әрі қарай біз осыны жазып алайық. Мінекей 3-тің 24 дәрежесі көбейтілген 3-тің 12 дәрежесі мына жерден шығады. Бөлімінде 3-тің 34 дәрежесі шығады, 25 пенен 9-дың қосындысы. Алымында 24 пен 12-нің қосындысы 36 болады. Енді 3-тің 36 дәрежесі бөлінген 3-тің 34 дәрежесі. Мына жерде бізде мынандай формуланы әлі қарастырған жоқпыз. Ол мына жерде тұр, қараймыз. 3-тің 36 дәрежесін бөлгенде 3-тің 34 дәрежесіне біз алымына тағы да 36 рет жазып шыға аламыз 3-ті, ал бөліміне 34 рет жазып шыға аламыз. Демек, бұл жердегі мына 3-тердің барлығы бір-біріне көбейтіліп тұр, бөліміндегілер де көбейтіліп тұр, онда қысқарта беруге болады. Мына жерде бізде 36 3-тің 34-ті бөліміндегі 34 3-пен қысқарып кетеді екен, көбейтінділермен. Сонда бізде тек қана алымында 3-тің 3 көбейтілген 3 деген 2 ғана сан қалады екен, ол деген 3-тің квадраты. Сонымен жауабы 3-тің квадраты екен. Мына жерде біз 3 формуланы қарастырып кеттік. Келесі. Жәшікте 120 бірдей детальдар бар. Олардың жарамсыз болуының ықтималдығы 0,5-ке тең. Жәшікте қанша жарамды деталь бар екенін табыңыз дейді. Енді мына жерін 0,5 деп отырғанымыз, ол бөлшек түрінде жазатын болсақ 100-5. Енді бізге керек мына жерде жарамсыз болу ықтималдығы деп тұр. Яғни 100 детальдің 5-еуі жарамсыз болады деген сөз. Енді бізде егер 100 детальдің 5-еуі жарамсыз болатын болса, онда барлығы 100 детальдің нешеуі жарамды болады? 95-і жарамды. Яғни біз 100-ден 95 дегенді қақтың аламыз? Барлығын 1 деп аламыз да, онда 1-ден азайтамыз 100-ден 5-ті. Сонда 100-ден 95 деген жарамдылығы шығады. 120-ның 0,195 бөлігін табатын болсақ, көбейтеміз, санның бөлігін табу дегеніміз көбейту арқылы шығарылады. 120 0,195-ке көбейтсек, 114 деген сан шығады. Яғни 120 детальдің 114 деталі жарамды болады екен. Үшінші есепке келейік. Үшінші есепте бізде мынадай өрнек. Осы өрнекті көбейтуді орындаңыз деп тұр. Яғни көп мүше түрінде жазамыз. Ол үшін біз мына тұрған бірінші қосындыны квадраттап алуымыз керек. Яғни екі өрнектің қосындысының квадраты неге тең? Бірінші өрнектің формула, қысқаша көбейту формуласы 7-ші сыныпта өткен. А плюс Б квадрат тең А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Көбейтеміз, екінші жақшада не тұр? Сосын екінші жақшаны жазып алдық. Одан кейін енді мына жердегі 3 қосылғыштың әрқайсысын жақшаларды ашқан кезде екінші жақшаның ішіндегі 2 қосылғышқа көбейтіп шығамыз біртіндеп. Таңбаларын ескеруіміз керек. Бірінші А квадратты екінші жақшаның ішіндегі А мен
минус b квадратқа көбейтіп шығамыз. Сонда аны а квадратты а квадратқа көбейтсек а 4 дәрежесі шығады. А квадратын минус b квадратқа көбейткенде а квадрат b квадрат шығады. Таңбасы минус болады. Неге? Себебі а квадраттың таңбасы плюс, b квадраттың таңбасы минус. Демек минус шығады. Сонда минус а квадрат b квадрат. Келесі енді 2аб-ны а квадрат пен b квадратқа тағы көбейтіп шығамыз. Таңбаларын ескере отырып 2аб көбейтілген а квадрат ол бізде 2а куб b болады. Таңбасы плюс болады, себебі екеуі де плюс таңбалы. 2аб-ны көбейтеміз минус b квадратқа. Минус 2а b квадрат болады. b куб болады мына жерде. Шатасып кетіппін. b куб болады. Ескеріп жазыңыздар. Одан кейін b квадрат. b квадратты да осы екеуіне көбейтіп шығамыз. Сонда а квадрат және b квадраттың көбейтіндісі азайтылған b-ның 4 дәрежесі болады. Себебі таңбасы біреуі плюс, біреуі минус. Сонымен бізде жауабында енді қараймыз, значит, бізде жойылайын деп тұрған қосылғыштар бар. Яғни біреуі плюспен, біреуі минуспен тұрған а квадрат және b квадрат. Біреуі плюс, біреуі минус. Екеуі жойылады. Сонда біріншісі қалады, екіншісі жойылып кетті, үшіншісі қалады а куб b, 2а куб b. Сосын одан кейін минус 2аб куб болады мына жерде, сосын минус b-ның 4 дәрежесі. Сонымен жауабы біздегі с жауабы болады екен. Келесі мынадай бөлшек берілген екен, қысқартыңыз депті. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, жаңа қысқаша көбейту бойынша аштық қой мына бірінші формуланы. а плюс b-ның квадраты. Значит, керісінше бізде ашылып берілген екен. Демек, қосылғышты біз қайтадан екі өрнектің қосындысының квадратына жинақтай аламыз. Одан кейін сонда x плюс y-тің квадраты азайтылған мына екінші соңғы қосылғышымыз бар m квадрат. Бұл қысқаша көбейту формуласының ішінде үшінші формула бар, екі өрнектің квадраттарының айырмасы ол тең болады екеуінің қосындысы мен екеуінің айырмасының көбейтіндісіне. Енді осы жердегі а деп отырғанымыз мына жерде жақшаның ішіндегі өрнек. Сонда біз жақшаның ішіндегі өрнектен азайтамыз m-ді, жақшаның ішіндегі өрнекке қосамыз m-ді. Сонда бізде екі көбейткіш шығады екен. Осы көбейткіштердің біреуі бөлшектің бөліміндегімен бірдей екенін байқаймыз. Сондықтан мына екеуін қысқартамыз. Сонда бізде қалады тек қана x плюс y плюс m қалады екен. Яғни біздің жауабымыз d болады екен. Келесі теңдеуді шешіңіз дейді. Енді теңдеуге қараймыз. Бізде бөлшектің бөлімінде x жоқ. Демек бұл бүтін теңдеу деп аталады. Яғни біз бөлшектің бөлімінен құтылуымызға болады. Яғни біз 3 пен 2 бөлшектің бөлімінде тұрғандықтан осы екеуі де қысқаратындай санға көбейтуіміз керек. Яғни ең кіші ортақ еселігі 6. Осы 6-ға көбейтсек, екеуінде екі жағын, теңдіктің екі жағын 6-ға көбейткен кезде бізде 6 мен 3 қысқаратта мына жерде 2 қалады. 6 мен 2 қысқаратта бізде оң жақта 3 қалады жақшаның сыртында. Алымындағысын жақшаға жазып қоямыз. Енді осы жақшаны ашқан кезде 2x квадратқа 2x-ке көбейтіледі. 2x квадрат минус 4x плюс 4x және 3x плюс 21 оң жақта. Сол жақты оң жаққа қарай, оң жақтағын сол жаққа қарай жинаймыз. Сол кезде бізде 2x квадрат плюс 4x минус 3x минус 21 болады. Таңбалары ауысады ғой, Одан кейін 2x квадрат плюс, значит, ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Плюс 4x пен минус 3x біріккенде плюс x болады, минус 21. Тең 0-ге. Енді осыны ары қарай өздеріңнің сүйікті формулаларын дискриминантпен шығарсаңдар болады, немесе осы дискриминантпен мына жерде ыңғайлы. Яғни дискриминантымыз біздің 169-ға тең болып шықты. Есімізге түсіріп алайық ал. Мына жерде бізде 1 тұр, 1-дің квадраты 1-ге тең, минус 4ac, b квадрат минус 4ac ғой формуласы. Минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 21. Таңбаны ұмытып кетпей жазуымыз керек, себебі бұл минуспен көбейтіліп плюсті береді. Сонда бір қосылған үшеуінің көбейтіндісі 168, сонда 169-ға тең екен. Сонда ол 169 дегеніміз тең 13 деп жазып қояды кейбір оқушылар, ол дұрыс емес. 169 ол 13-ке тең емес, ол 13-тің квадратына тең. Жазғымыз келсе осылай жазсақ болады, немесе 169 күйінше қалдыра берсек болады. Енді мына жерде x1 мен 2-нің мәндері минус 1 плюс минус, значит, түбірасты 169 деп жазылу керек. Бізден 1-ден 13 деп жазып қойдық. 2 көбейтілген 2. Енді бірінші мына жерде қосып шығарайық. Минус 1 плюс 13 қанша болады? Плюс 12 болады, оны бөлеміз, бөлімінен 4 шығады, сонда 12-ні 4-ке бөлсек 3 шығады екен. Екіншісінде азайтып шығарайық, минус 1, минус 13, минус 14 болады, минус 14 4-ке бөлсең, минус 3,5 болады. Енді екі жауабымыз осы болады екен біздің.
бүтін теңдеу болғандықтан барлық жауаптар қабылданады. Егер рационал бөлшек болатын болса, мына жерде рационал теңдеу болатын болса, онда бізде бөлшектің бөлімін нөлге айналдыратын нүктелерді мыналардың арасынан алып тастауымыз керек болады. Соларды ескересіңдер. Бұл вариантта бізде рационал бөлшектер берілмеген екен. Келесі, берілген функцияның мәндер облысын табыңыз деп берген екен. Енді бізде мына график берілген. Мен қызыл сызықтарды өзім сыздым. Бізге не тап деген? Мәндер облысын тап деген. Мәндер дегеніміз не? Сосын анықталу облысы деген бар. Екеуіне тоқталып өтейін. Анықталу облысы деп отырғанымыз, қазір мысалға мына графигіміз ішінде тұр ғой. Мына жерде бізде нүкте тұр екен. Қарасаңдар, нүкте тұр. Осы екі нүктенің іші боялмаған нүктелер көрініп тұр. Яғни ары қарай тоқтап тұр деген сөз. Сол жақтан да, оң жақтан да тоқтап тұр деген сөз. Яғни ары қарай кете бермейді. Мысалға параболаны сызатын болсақ, шексіз кете бермей ма? Бұл жерде тоқтап тұр екен. Енді сонда мен мынаның сыртынан бүйтіп төртбұрыш сызатын болсақ біз, сонда бізде мынандай тіктөртбұрыш шығады. Енді бұл тіктөртбұрышты мына былай қарасақ биіктік болып тұр. Биіктігі және мына ұзындығы деп алайық, иә? Немесе ұзындығы ені деп алатын болсақ та бола береді. Енді осы жердегі анықталу облысы деген бар. Анықталу облысы дегеніміз мына қызыл сызықпен көрсетілген аралықты айтады. Яғни біздің x-тің бойынан қай жерден қай жерге шейін өзгеріп тұрғанын көрсетеді. Мына біздегі x сызығы емес па? X осымыз. X осінен -3-тен басталып тұр 5-ке дейін екен. Яғни біз анықталу облысын табатын болсақ, оны dx деп жазады. -3-тен 5-ке дейін деп көрсетеді. Бұл жерде оны сұрамаған, бірақ айтып кетіп жатырмын. Келесі жолы есепте беріп қалуы мүмкін, сондықтан айтып кетіп жатырмын. Енді мәндер облысы деп тұр, немесе мәндер жиыны деп те айта береді. Мәндер деп отырғанымыз ол y-тің бойында қай аралықта өзгеріп тұрғанын көрсетеді. Y-тің бойында бізде -5-тен бастап тұр, 7-ге дейінгі аралықта график бар. Иә? Сондықтан жауабымыз біздің -5-тен 7-ге дейін болады. Жай жақшамен беріледі. Себебі неге? Мына жерде бізде нүктелердің іші боялмаған. Боялмаған болса жай жақшамен беріледі. Біз нені жауапқа мына жерден нені көрсетуіміз керек? -3 пен 5-тің аралығы, -5 пен 7-нің аралығы дегенді көрсетуіміз керек. -5 пен 7-нің аралығы дегенді көрсетуіміз керек. Яғни А жауабы болады екен. Егер мына жерде нүктелердің іші боялып тұратын болса, онда бізге тік жақшамен алынған вариантты Б вариантын алу керек болады. Сосын dx де дәл сондай. Егер сол жақтан оң жаққа қарай алатын болсақ, -3 пен +5-ке де тік жақша қоятын боламыз, егер нүктелер іші боялған болатын болса. Келесі есепке қарайық. 7-ші есепте оқушылардан 7 тапсырмадан құралған бақылау алынды. Бақылаудың жауабы төмендегі кестеде берілген. Таңдаманың орташа мәні мен модасын табыңыз дейді. Енді мына жерде оқушылардың жинаған балы жазылған екен. 2 балл, 3 балл, 4 балл, 5, 6, 7 балл дегенді жинаған екен. Енді 2 баллды неше оқушы жинады? 3 оқушы жинаған екен. Одан кейін 3 баллды 5 оқушы жинаған екен. Осындай жиілік деп отырғанымыз сол мына жерде тұрған санның нешеу екенін көрсетеді, жиілігін көрсетеді. Енді мына жерге қарап отырсаңыздар, мен былай жазып шықтым. 2 3 рет қой мына жерде, демек мына жерге 2-ні 3 рет жаздым. Одан кейін 3 5 рет, мінекей 3-ті 5 рет жаздым. Дәл осы сияқты барлығын жазып шықтық мына. Енді бізде барлығын неше сан бар сонда? Мына жерде қарап отырсаңыздар, мына жерде 3 рет, 5 рет, 7 рет деп тұр ғой. Соның барлығын қоссақ, бізде 25 шығады екен. Ол бізде көлем болады екен. Мен мына жерде сұрамаса да айтып жатырмын. Келесі сабақ, келесі есептерде сендерде сұрауы мүмкін, сондықтан айтып жатырмын. Көлем деп отырғанымыз мына жердегі 3, 5, 7 деген сандардың, яғни мына жердегі бүкіл сандардың қосындысы. Яғни ол санды біз қалай таба аламыз? 3, 5, 7 мына жиіліктердің қосындысын есептесек, ол бізде көлем болады екен. N тең деп беріледі жауабында. N тең 25. Келесі моданы сұрап тұр. Мына жерде моданы сұрап тұр екен. Мода бізге керек қазір. Мода деп отырғанымыз не? Мына жердегі тұрған, қате жазыппын. Мына жерде тұрған ең көп сан қайсысы? Мына жерде тұрған ең көп сан ол 4 деген сан. Мына жерде 4 болу керек. Қателесіп кетіппін. Жөндеп жібересіздер. Мына жерде 4 болу керек. Одан кейін мода деп отырғанымыз ең көбі ішіндегі. Енді медианаға келейік. Медиана деп отырғанымыз мына қатарды өсу ретімен жазып шыққанда кейбір есептерде өсу ретімен бермейді, араластырып бере салады. Тізбекті мына сияқты сандардың бәрін араластырып жазып қоя салады мына жерге. Өзің кесте құрап аласың. Мынандай қылып. Яғни өсу ретімен жазып, астына жиілігін жазып, өстіп кесте құрып аламыз. Кейбір есептерде сондай болады. Енді медиананы табу үшін біз
мына жердегі сандардың ішіндегі ең ортасында тұрғанды қараймыз. Бірінші өсу ретімен немесе кему ретімен жазуға да болады. Ең ортасында тұрғаны қандай? Енді бізде барлығы 25 сан ғой, соның ең ортасындағы 13-ші болады. Яғни сол жағында 12 сан, оң жағында 12 сан болады, ортасындағысы медианасы болады екен. Яғни біздің жағдайымызда ол 4 деген сан екен. Мына қарамен бояп көрсетіп қойғаным осы медиана болады екен. Енді орташа мән деген, мына жерде орташа мәнді сұрап тұр екен. Оны қалай табамыз? Орташа мәнді дегенді табу үшін мынандай сызықша x төбесінде сызықшамен белгіленеді. Негізі x деп отырғанымыз не? Мына жерде бал дегеннің орнында x тұрады кейбір есептерде. Негізі x деп белгіленеді мынаны. Ал мынаны mi деп белгілейді. xi деп белгілейді мынаны, mi дейді. xi деп айтатын себебі мынау x бірінші, мынау x екінші, x үшінші дегенді білдіреді. Ал мынау mi деп отырғанымыз m бірінші, m екінші, m үшінші дегенді білдіреді. Енді бұл жердегі арифметикалық орта деп айтады, орташа мән деп айтады. Мына x сызықшасы барды. Арифметикалық ортаны тапқан кезде мына сандардың барлығын қосуымыз керек та, сосын мына 25-ке бөлуіміз керек. Мына жердегі бүкіл санға бөлуіміз керек, санына. Енді мынаны былай жазып шыққан ыңғайлы ма? Ыңғайсыз, е? Оны біз қалай жазсақ болады? 2-ні 3 рет өзіне өзін қосу дегеніміз 2-ні 3-ке көбейту. Яғни оны мына кестеден ақ, мынаны салмай-ақ кестеден ақ қарап жазуымызға болады екен. Сонда 2 көбейту 3 деп, міне сендерге түсінсін деп көрсетіп жатырмын. 3 көбейту 5, 4 көбейту 7 осылай жазып шықсақ, сонда мынадай сандар шығады екен ары қарай көбейтіндісінен. 6, 15, 28, 20, 18, 21 деген сандардың қосындысы шығады екен. Бөлеміз 25-ке. Мен бәрін қосып аламыз, 108 болады. 25-ке бөлгенде 4,132 деген сан шығады. Бұл біздегі арифметикалық орта деп айтады, немесе орташа мән деп айтады. Келесі. Енді әлде айтып кете берейін, барлық мағлұматтарды осыған байланысты келетін сұрақтар. Сонымен көлемі, модасы, медианасы, орташа мәні деген келеді. Енді дисперсия және орташа квадраттық ауытқу деген бар. Дисперсия мен орташа квадраттық ауытқуды табу үшін бірінші бізге мынадай кесте құрып алу керек екен. Яғни бізге мынау берілді ғой, біріншісінде x қатары менен жиілік қатары берілген тұғын. Яғни мына 2, 5, 7 деген берілгенде тұрған сандар, жиілігі дегенде сондай. Енді мына жерде бізде x квадрат деген қатар керек екен. Осы x квадрат қатарын қақтан табамыз? Мына жерде тұрған x-тің мәндерін әрқайсысын квадраттап жазып шығамыз. Яғни енді осыдан x-тің квадратының қатарынан арифметикалық орта табады екенбіз. Яғни x квадрат қатарының арифметикалық ортасы төбесі сызылады. Ол тең болады деген сөз. 3 көбейтілген 4, 9 көбейтілген 5, жаңағы сандардың орнына квадраттарды қойып шығамыз. Сол кезде 524 бөлінген 25 деген сан шығады. 25 квадратталмайды. Себебі бұл жерде барлығы 25 сан бар. 25-ке бөлеміз. Сонда 20,96 деген сан шығады екен. Бұл енді дисперсияны қалай табамыз? Дисперсияны табу үшін ол мына тұрған 20x-тің квадратының арифметикалық ортасынан x-тің арифметикалық ортасын тауып қойдық қой бағана. Соның квадратын азайтады екенбіз. Яғни формуласына тұр. Яғни 20,96-тан азайтамыз, 4,32-ні квадратын азайтамыз. Сонда 20,96-тан азайтамыз, мына жерде квадраты 18 мынандай сан шығады екен. Мынаны жуықтап алуға да болады. Бірақ жуықтап алсақ, онда бірден мына жерге жуық деген белгі жазып кетеміз. Тең мынандай сан шығады екен. Бұны да жуықтап алуға болады. Енді орташа квадраттық ауытқу деп отырғанымыз сигма арқылы беріледі. Бұл дисперсияның түбірін тапқанда шығады екен. Яғни түбір астындағы мына шыққан санды жазамыз. Сонда жуық мәні 1,15 деп шығады екен. Яғни бізден енді сұрап тұрған нәрсеміз өзі орташа мән мен мода ғой. Сол орташа мән мен мода 4,132 менен 7 екен. Яғни бағанағы модамыз мына 7. Модамыз 7 ма? Моданы бағана біз қателесіп кеттік деп айттық, е? Модамыз біздің 4, яғни 4 деген белгілейміз. Мына қате жазылып тұр тағы да. Жерге мынаны белгілейсіңдер. 4 деп, мынау дұрыс емес. Мынаны белгілейміз. 4,32 және 4 дегенді белгілейміз. Так, келесі есеп, 8-ші есеп. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Мынадай өрнек берілген екен. Бұл өрнекті қарап отырсаңдар, бөлшектің алымында 18 тұр, бөлімінде 13 және 2 деген негіздері сондай сандар тұр. Енді осыларды 18 деген санды көбейтінді түрінде жазатын болсақ, 2 мен 9-дың көбейтіндісі емес па? Ал 9 деп отырғанымыз 3-тің квадраты. Ондай болатын болса, біз осылай көбейтінді түрінде жазып алсақ егер, онда жақшаның сыртында n тұрады, бағанағы n-іміз тұрады. Енді ол n-ді
көбейтудің егер көбейтіндінің дәрежесі болатын болса, мына дәреже әрқайсысына жеке-жеке дәрежеленеді. Яғни 2-нің де n дәрежесі, 3-тің квадратының да n дәрежесі деген болады. Сонда мынандай өрнек түрінде жазылады. Дәреженің дәрежесі бағана айтып кеттік, екеуі көбейтіледі деп. Мына шетте бізде еш нәрсе жоқ, демек бір түр деп есептейміз. 1 менен n-ді көбейткенде n шығады. 2-нің n дәрежесі көбейтілген 3-тің 2n дәрежесі деген өрнек шығады. Алымынан бөлімінен не шығады? Бөлімінде азайту тұр. Бағана айтып кеткенімізде, егер бөлу болса азайтады дегенбіз. Мынадан мынаған келтіргенбіз біз бағана. Енді бұл жерде керісінше минустан құтылу үшін біз бөлеміз дейміз та 3-тің 1 дәрежесіне деп аламыз. Мына шетте де дәл сонда 2-нің n дәрежесі бөлінген 2-нің 1 дәрежесі болады. Сонда енді бөлшектің бөлімінде мына 3 пен 2 деген сандар тұр. Осыдан қалай құтыламыз? Бұл екеуін көбейтіп бөлшектің алымына жаз жере салуға болады. Ол неге ояққа жазылады? Себебі мысалға мынадай сан алып алайық. 12-ні 3-тен 2-ге бөліп жатырмыз деп ойлайық. Мына сияқты қылып бөліп жатырмыз деп ойлайық. 12 бөлу 3-тен 2 деп жазып алсақ болады. Немесе кері санға айналдырып көбейтіп жазуға болады. Сонда қарап отырсаңыздар, 12 мен 3 көбейтіліп жазылады екен. Алымына бөліміне 2 жазылады. Сонда айналып келгенде бөлшектің бөлімінде тұрған сан бөлшектің алымына көбейтіліп жазылады екен. Сонда мына ішке біз 6-ға көбейтіп жазғанымыз дұрыс екен. Енді ары қарай бізде ұқсас көбейткіштер тұр екен. Соларды қысқартып жіберсек болады. 2-нің n дәрежесімен 2-нің n дәрежесі, 3-тің 2n дәрежесімен 3-тің 2n дәрежесі деген қысқарып кетеді. Сонда жауабында 6 қалады екен. Жауабы С жауабы 6. Келесі өрнекті ықшамдаңыз деп берген екен. Тригонометрияны өттік. Бізде тригонометриялық бөлшек берілген екен. Енді осы бөлшектің алымында көбейтінділер тұр, көбейткіштер тұр. Котангенс пи минус альфа келтіру формуласы бойынша пиден құтылып аламыз. Яғни пи деп отырғанымыз 180 ғой. 180-нен не қыл дейді? Альфаны азайт дейді. Яғни біздің бағытымыз сағат тіліне қарсы бағыт, оң бағыт 180-ге келдік. Альфаны азайт дейді, не жаққа келеміз? Екінші шерекке келеміз. Екінші шеректегі котангенстің таңбасы қандай? Минус таңбалы. Демек, мына минус түседі деген сөз. Енді котангенс өзгереді ме, өзгермейді ме? Біздің қызыл сызыққа қатысты келтіру формулаларында бізде өзгермейді. Котангенс күйінде қалады. Сосын енді мынаған келейік. Мынаны да келтіру арқылы да шығаруға болады, немесе синус пен тригонометриялық функциялардың жұптақтығын ескеріп жаза салуға да болады. Мына жерде егер синусымыз тақ функция ғой, бізде 4 функцияның біреуі ғана жұп функция, косинус қана. Егер косинус минус альфа деп тұрса, онда біз минусты алып тастап, бірден косинус альфа деп жаза беруімізге болады. 3 функцияның барлығының минустары алдына көбейткіш ретінде жазылып шығады екен. Сонда бізде мына жерде минус синус альфаға тең болатын болса, енді мына косинус пи бөлінген 2 минус альфа неге тең? 90 градус мына жерге келеміз, минус альфа мына жаққа келеміз. Енді косинустың таңбасы бірінші шеректе плюс болады екен мына жерде. Сосын y осіне қатысты болғандықтан өзгертеміз, синусқа ауысады. Сонда плюс синус альфа болып өзгереді екен. Енді синус альфа мен синус альфаны қысқартсақ, минус пен минусты көбейтсек, онда плюс котангенс альфа шығады екен. Жауабы плюс котангенс альфа екен. Келесі мынадай теңсіздік берілген екен. Теңсіздіктің тағы да бөлшектің бөліміне қараймыз. Бөлшектің бөлімінде бізде x жоқ. Демек, бұл бүтін теңсіздік. Бұны да сөйтіп жаңағындай 2 мен 5-ке бөлінетіндей алып, 2 мен 5 пен қысқарып кететіндей сандарға көбейте аламыз. Мысалға 2-ке де 5-ке де қысқаратын сан ол 10. Енді егер 10-ға көбейтетін болсақ, 5 пен 10 қысқарады, 2 қалады. 10 мен 2 қысқарады, 5 қалады. Екінші осыларды жақшаларды ашып қосамыз. Жақшаны ашқан кезде бағанағы шығарғанымыздағыдай 2 мен x квадрат көбейтіледі 2x квадрат, 3x пен 2 көбейтіледі 6x және 5x минус 40 болады кіші 0-ден. Мынау өзгеретіндей еш нәрсе жасаған жоқпыз. Мына жерде мысалға біздің таңбамыз 10-ның таңбасы теріс болатын болса, онда теңсіздік белгісін ауыстыратынын ескеремін. Енді бізде плюс қой, демек мынаны өзгертпейміз. Минус кіші күйінде қала береді екен. Әрі қарай жақшаларды ашқаннан кейін екеуін біріктіре береміз. 6x пен 5x бірігеді, 11x болады. Қалғандарына бірігетін ұқсас қосылғыш жоқ. Енді осыны дискриминантпен шығарып алсақ, оны 441 шығады екен. Тең болады 21-дің квадраты. Мына жер түсінікті шығар барлығы. Осын x1 мен x2-ні жеке-жеке тауып алайық. Минус 11. B-ның таңбасы плюс 11, неқа минус 11 болып келеді.
21-ді азайтамыз, 21-ді қосамыз, екіншісінде бөлеміз, 2а-ға 2 көбейтілген а деп отырғанымыз 2-ге тең екен. Сонымен жауабында -8 және плюс 2,5. Бұл жауап нүкте емес, бұл жерде теңістік болғандықтан аралық болады. Енді мына екі нүктені біз сан түзуіне салып аламыз. Мына жерде мен жақшамен жазып шықтым. Неге? Себебі мына жерде бізде 2 бар, иә? 2-ні жақшаның сыртына шығаратын болсақ, онда бізде жақшаның ішіндегі мына жердегі -8 бенен 2,5-іміз жақшаның ішіне жазылғанда қарама-қарсы таңбамен жазылады. Сонда 2 көбейтілген x плюс 8 көбейтілген x минус 2,5 деген теңсіздік алына, кіші немесе тең деген теңсіздік алынады екен. Енді осыларды сан түзуіне салып таңбаларын анықтайтын болсақ, бізде қайсында 0 бар? Аралықтардың минус пен плюстың ортасында 0 болады міндетті түрде. 0-ды алып, мына жерге апарып қоямыз, немесе мынаған да қойсақ болады, немесе мына жаққа қойсақ та болады. Мына жерге қоя салайық. 0-ді қойғанға осы ыңғайлы, иә? Сонда x бар жердің бәрі 0 болып кетеді, минус 40 қалады ғой, демек мына жерде минус екен. Одан кейін оң жақтан 3-ті алайық. 3-ті мына жерге қойған ыңғайлы. 2 көбейтілген 3 пен 8-дің қосындысы оң сан болады. 3-тен 2,5 алғанда оң сан шығады. Сонда 3 оң санның көбейтіндісі оң санды береді екен. Енді мына жерден -9-ды немесе -10-ды ала салайық. Так, -9 алатын болсақ, мына -9 бен плюс 8. Мына жерден теріс сан шығады, себебі таңбасы теріс санның модулі үлкен болып тұр. Демек, таңбасы теріс болады мына жердің. Мына жақта оң бар, теріс бар, мына жерден теріс шығайын деп тұр. Сонда теріс, 2 теріс санның көбейтіндісі оң санды береді. Сонда бізде жауабы плюс болып кетеді екен. Сонымен 3 аралық берілді бізге. Жауабында бізден сұрап тұр нені? Таңбалардың ішіндегі қайсысы минус, соны сұрап тұр. Неге минус талап? Себебі кіші 0-ден деп тұр. 0-ден кішкентай сандар қандай? Теріс сандар. Ондай болатын болса, мына жерде бізде минусы бар жер керек екен. Яғни біз мына жерді бояп, осы жердің жауабын алуымыз керек. Енді теңдік белгісі бар. Теңдік белгісі бар болса, мынаның іші боялып жазылады. Мынадай бояп қоямыз. Енді демек -8-ден 2,5-ке дейін деген тік жақшамен аламыз. Мынау жақша алынбайды, жай жақша, себебі жай жақша болса, мына жерде іші бос болу керек, немесе мына жерде теңдік, және мына жерде теңдік белгісі болмауы керек. Сол кезде мына жауап болар еді. Біздің жағдайымызда тік жақшамен алынады. Сонымен бірінші бөлім аяқталды.